Жаңа Бейсен аға деп айтып қалдық қой. Сол кісінің жаназасында болдым мен. Сөйтіп енді имам сұрайды ғой. Жақсы адам бет деп. Халықтың бәрі жақсы адам еді деп айтты да. Жалпы былай қарасаңыз, біз көп жағдайда жаназа мен тойға ұят болмасын деп барамыз да. Өткенде келді енді. Немесе көңіл айтуға барсақ, бір топ адам кетіп барады екен, мен бөлініп қалсам, келесі жолы кездескен ұят болып қалады, бірге бара салайыншы, сол топпен бірге дейміз да. Бірақ Бейсен ағамыз дүниеден өткен кезде халық шынайы жақсы адам еді деп келді да. Өйткені ол карантиннің басталып отқан уақыт еді. Тіпті мына Алматы мен Талдықорғанның ортасындағы май қызметкерлерінің өзі Бейсен аға кетіп баратырмыз деген кезде керуен болып кетіп баратқан машиналардың өзін жіберді да. Тексерген де жоқ, ештеңе деген жоқ. Сонда бір ұят болмасын, әріптеседі, дастархандас болып едік, ертең бала шағасы көргенде ыңғайсыз болады ау деген ниетпен емес. Адамдар шынайы амандасып сұхбаттасып жатқан кезде, ой, қазақ руханияты, жалпы қазақ халқы үлкен азаматтан айырылды ғой деп қайғырды да. Шынайы қайғырған адамдарды көрдім да. Сонда имам сұрады, жақсы адам еді дегенде бәрі дүр жақсы адам еді деп айтты. Одан кейін қарызы бар ма еді дегенде топтан жоқ, керісінше Бейсен аға біз қарызбыз деген сөздер естілді да. Біз қарыздармыз, өмірлік сабақ беріп кетті. Өнерімізге азық болатын, журналистикаға азық болатын, біраз дүниелерді, біраз құлақ көрсең көзін аш деп, біраз балаларды тәрбиелеп кетті деп. Шынайы айтып жатты да адамдар. Тіпті Бейсен ағадан жасы үлкен азаматтардың өзі, Нұртілеу ағадан бастап, үлкен кісілердің өзі ағынан жарылып, сол кісіге борыштар екенін айтып, сөйтіп жатты да. Мен ойлаймын, егер дүниеден өтсең, халық бір жақсы бейнеңді, осындай бір тұлғалық, азаматтық бейнеңді есіне алып жатса, сол жақсы деп ойлаймын.